Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен творожный розочка печеньясының рецептісімен бөліспекшімін. Арнамнан алыстамаңыз, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа творогымызды, одан кейін сары май, 2 жұмыртқаның сары уызы, қопсытқыш, 1 шымдым тұз саламыз. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сіздер блендермен араластырсаңыздар күшті кетеді. Егер блендер болмаса, миксермен араластырсаңыздар да бола береді. Енді жақсылап араластырып алған затымыздың үстіне онда үнелеуіштен өткізіп, қамырымызды илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын қамыр болғанша, ұнды аз-аздан сеуіп араластырып тұрамыз. Қолға жабыспайтын, қатты емес, жұмсақ қамыр болады бізде. Жақсылап илеп аламыз қамырымызды. Бұл печеньяны балдарыңызға жасап берсеңіздер, әрі денсаулықтарына, әрі витаминге бай, ішінде творогымен жақсы печенья дайындап берсеңіздер болады. Міне қамырымыз дайын болды. Жұмсақ қамыр. Енді оны 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін жұқа етіп жаямыз. Бір бөлігін тоңазытқышқа салып тұрамыз. Астына да үстіне де ұнды азғантай сеуіп жаймасаңыздар, менде мына жерде жабысып қалды. Ұнды қолданып тұрмасаңыздар, жабысқақ қамыр болып тұрады. Енді жақсылап ұнды сеуіп алғаннан кейін жұқа етіп жайып аламыз қамырымызды. Ұнды сеуіп жайып тұруларыңыз керек. Оқтауымызға жабысып қалады болмаса. Міне жұқа етіп қамырымызды да жайып алдық. Енді менде форма жоқ еді, стаканның көмегімен домалақша етіп қамырлардың үстінен кесіп шығамыз. Осылайша етіп форма жасап шығамыз. Шетіне түскен қамырларды жинап, қайтадан жасап алсаңыздар болады. Міне 4 домалағымызды осылай бірін үстіне бірін қойып, орап шығамыз. Енді дәл ортасынан 2-ге бөлеміз. Міне бізде розочка пайда болды. Осылайша табаға қойып, қызып тұрған печкада 15-20 минут пісіріп аламыз. Сіздерге де ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.